Сәлем, менің атым Әсел, және осы сабақта біз сіздермен this, that, these, those сілтеу есімдіктерін үйренетін боламыз. Ондай болса, кеттік. Окей, this, that, these, those. Бұларды біз не үшін сілтеу есімдік деп айтамыз? Себебі біз сілтейміз бір затқа. Демек, біз this, that, these, those сілтеу есімдіктерін ненің алдына қолданады екенбіз? Зат есімнің алдына қолданамыз. Окей. Мысалы қарап шығайық. Ең біріншісі, сілтеу есімдіктерін біз екі түрге бөлеміз. Singular and plural. Алдыңғы сабақтан сіздер білесіздер. Singular деген сөз демек жекеше, ал plural деген сөз демек көп, көпше түрі. Singular nouns деген сонда жекеше зат есім, ал plural nouns деген көпше зат есім. Демек біз these and that, this пен that'ты singular nouns'тың алдына қолданамыз. Яғни this пен that'ты біз жекеше зат есімдердің алдына қолданамыз деген сөз. Окей. Келесі plural nouns, демек көпше зат есімдер, оның алдына біз these and those деген сілтеу есімдіктерін қолданамыз. Окей. Енді мысал берейін. Сіздер көріп тұрсыздар суретте this is a phone. Бұл телефон. This is a phone деген сөз бұл телефон, яғни бір телефон. Демек мен this-ті қолданамын. Немесе that is a phone. Бұл да, яғни бір телефон, оның алдына that қолданамыз. Окей. Енді айырмашылығы неде? Суретке қарасаңыз, this is a phone дегенде біздің жанымызда тұрған бір затты белгілеп тұрмыз, немесе сілтеп тұрмыз. Қасымызда тұрған затты, немесе ұстап тұрған затымызды. Ал that деген ол алыста тұрған затты, немесе айтайық бұл бөлмедегі емес, басқа бір бөлмедегі, немесе басқа бір үйдегі тұрған затты айтатын болсақ, онда біз that деп айтамыз. Мысалы, that is a phone. Яғни бізден алыс тұрған зат есімге біз that-ті қолданамыз, Ал these and those деген ол дәл осындай логикамен қолданылады, бірақ тек қана несі айырмашылығы көпше түрде болған үшін біз мыналар, аналар деп these, those деп айтамыз. Мен сізге өзімнің бір кеңесім жаттаған кезде бұлай жаттасаңыздар болады. Мынау, мыналар деп these, окей? Ал анау, аналар деп that, those. Сонда this пен these айырмашылығы біз созып айтамыз. Егерге мыналар деп көпше түрде айтқымыз келсе, these деп созып айтамыз, окей? Егер аналар деп айтқымыз келсе, those деп. Түсінікті болып деген ойдамын. Аудармасы мен айырмашылығы. Енді жалпы this, that, these, those екі түрде кездеседі. Ең бірінші формасы ол біз зат есімнің алдына қолданамыз, немесе зат есімсіз қолданамыз. Яғни плюс деген зат есіммен бірге деген сөз, ал минус деген ол зат есімсіз деген сөз, окей? Мысалы, this girl is so beautiful. This girl деп айтып тұрмын, яғни this-тан кейін менде бірден зат есім келіп тұр, girl. Айтпақшы, зат есім деген қалай болады ағылшынша? Noun, subject, немесе noun, немесе subject. Алдың сабақтарда өткенбіз, окей. This girl, яғни осы қыз өте әдемі, is so beautiful. Немесе, who's that girl? Ана қыз кім? Бұл жерде де who's деген сіздер білесіздер, кім деген сұраққа жауап береді. Who's that girl? That girl, яғни ана қыз, Ана қыз кім? Окей. Енді келесі формасы ол бізде this, that, these, those зат есімсіз қолданатын форма. Мысалы, this is so beautiful girl. Яғни мағынасы бірде, бұл өте әдемі қыз. Бұл жерде мен this-тан кейін to be етістігі келіп тұр, зат есім келіп тұрған жоқ. Окей, келесі who's that? Бұл жерде тіпті зат есім жоқ. Who's that деп біз қысқарта салдық. Who's that деген ол кім? Яғни біз түсініп тұрмыз, кім туралы айтқанымыз. Яғни бұл бір адам, бір person. So мен ана жақта жазып қойдым that person деп. Who's that? Яғни that person. This, that, these, those оңай деп ойлайды көбісі, бірақ оның кейбір кездері бар, басқа бір мағынада да қолданатын, соларды қарастырып шығайық. Ең бірінші that сілтеу есімдігі екі жерде кездеседі, бір болған нәрсе туралы айтқан кезде. Мысалы, that was a really nice meal. Ол өте дәмді тамақ болды, Яғни бір болған нәрсе. Сіз бір жаққа бардыңыз кафеге,
тамақ жеп болдыңыз, сосын досыңызбен сөйлеп жатсыз да айтасыз, that was a really nice meal. Иә, сонда бір болып кеткен нәрсе туралы айтқан кезде біз that сілтеу есімдігін қолданамыз. Сөйлемді солай бастасаңыз болады. Жалпы бір күшті кеңес, кез келген сөйлемді that-тан бастасаңыз, ол өте тез болады және түсінікті болады. Окей. Яғни ойланып отпайсыз да, қалай бастасам екен сөйлемді деп. Бір зат туралы айтқыңыз келсе, that деп бастай беріңіз. Келесі ол біреу жаңа ғана айтқан нәрсе деп жазып қойған. Бұл яғни бір сондай жағдайлар болады. Мысалы, сіз бір нәрсе туралы айтып жатсыз, сосын сол туралы қайттан сілтегіңіз келеді. Мысалы, біреу жаңа ғана айтқан нәрсені. You are a teacher, aren't you? Сен мұғалімсің. Мұғалім емессің ба? Деген секілді. Yes, that's right. Yeah, мен мұғаліммін. Яғни бұл жерде that деген мен мұғаліммін деген мағынада айтылып тұр, иә? Окей. Келесі this сілтеу есімдігі біз телефонмен сөйлескен кезде қолданамыз. Мысалы, hi Жанат, мен сөйлесіп жатырмын, иә, досыма хабарласам, hi Жанат, this is Әсел. Бұл Әсел деген секілді, яғни телефонмен сөйлескен кезде біз this деп айтамыз. Егерге біз speaker айтып жатқан кезде біз this деп қолданамыз, ал егер ар жақтағы адам алып жатса, оған біз that деп айтамыз. Мысалы, is that Жанат, сен Жанатсың ба деп, окей? Енді досыңызға хабарласқан кезде былай айтсаңыз болады, hi, this is me, is that you, иә, сенсің ба деп. Яғни сіз қасыңызда тұрған екенсіз, өзіңіз туралы айтып жатқан кейін this қолданамыз, ал ар жақтағы адамға біз that қолданамыз. Келесі жағдай ол адамдарды таныстырған кезде қолданады. Яғни мысалы, мен айтайық, Мақсат деген досыма Жанат таныстырып отырмын. Мақсат, this is Жанат. Hello Жанат, nice to meet you, yeah? Let's practice together, yeah? Кейбір жаттығулар жасап шығайық. Бұл жерде dialogue, two dialogues, яғни диалогтар. Ең біріншісі. I can't come to the party tomorrow. Мен ертең партиға келе алмаймын. Окей. Oh, бла-бла-бла, a pity, why not? Бұл жерде біз that-ті қолданамыз. Yeah? Неге? Өйткені біз бағана айтып кеттік. Бір болған нәрсе туралы, немесе біреу жаңа ғана айтқан нәрсе туралы кезде қолданамыз дедік. Мысалы, бұл айтып жатыр, мен ертең келе алмаймын дейді, партиға. Парти деген бұл жерде like вечеринка деп айтамыз, орысша. Oh, that's pity, яғни так жаль деген сияқты, неге келе алмайсың деген кезде біз қолданамыз. Келесі диалог. Beth plays the piano very well. Beth пианоны өте жақсы ойнайды. Does she? Яғни шынымен ба? Ол солай істей ме? I didn't know that. Мен ол туралы білмедім. Окей. Яғни сіз бұл жерде бізге бір адам жаңа ғана бір информация айтты, ақпарат айтты. Мысалы, Beth туралы, яғни Beth пианоны жақсы ойнайды екен. Сосын сіз айтасыз, oh, really? I didn't know that. Мен ол туралы білмедім. Сол кезде де біз that сілтеу есімдігін қолданамыз. Okay, so that's for it. And I hope you enjoyed this lesson. Егерге сұрақтарыңыз болса, маған жаза аласыздар, білесіздер оны, және үй жұмысын міндетті түрде ертең жіберемін және орындау керек болады, yeah? Okay, see you, bye.